Құрметті асыл тыңдармандарым, әңгіме каналыма жазылып, өз әсерлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Сіздердің әр пікіріңіз бен қолдауларыңыз маған шабыт береді, және жаңа идеяларға қанат бітіреді. Тегін лайктарыңызды аямай басыңыздар. Қазақ арнасының бірге дамуға үлес қосайық. Әйелімнің аты Сәния. Сәнияға бала кезімнен ғашық болдым десем, өтірік емес. Сәния көрші ауылдың қызы, біздің ауылға Сәнияның әпкесі келін болып түскен. Әпкесін іздеп келгенде танысқанбыз. Білесіздер ғой, ауылға бөтен қыз келсе, ауылдың жастары айналып, сол үйдің маңынан айналып шықпайтыны. Солардың бірі болып, мен де жүрмін. Сәния топырлап жүрген ауылдың мен деген жігіттеріне, яғни біздерге көзінің қырымен де қарамады. Сәниямен танысқанымда қызық болды. Ол кезде қазіргідей үйде сарылдап ағып тұрған су жоқ. Ауылда су қат болады. Шамасы келгендер құдық қазып су тартып алған. Біз сияқтылар көше басында бір колонка, сол жерде барып аламыз. Онда да сыздықтап ағатын суда кезек деген шұбырып тұрады. Сондайда бекер тұрмау үшін үйдегі тентектердің біреуін сол жерге ойынға жіберіп, әрі кезек алып қояды. Сондай күндердің бірінде тентектер үйде жоқ еді. Өзім тәшкені сөйретіп суға кеттім. Әдеттегідей судың басында кезегімді тосып тұрғым келмей, үйге қайтайын десем, екі шелекті мойын ағашқа іліп, аяғын санай басып, Сәния келе жатыр. Жалма-жан орныма тұра қалдым. Ол да келіп кезекке тұрды. Неше рет өзімнің кезегімді бергім келіп оқталдым. Бірақ анжақтығын қой, сол кездегі. Артқы жақта ойнап жүрген балаларға қарап тұрып байқамаппын. Сәнияға кім кезегім бергенін, тек Сәнияның шелек толы суды көтеріп кетіп бара жатқанын бірақ байқадым. Аузымды ашып Сәнияның артынан қарап тұрғанда, мынау неменеге кезекті ұстап тұр? Аласың ба, су ал, алмайсың ба, тұр былай деген көрші апайдың даусынан селк етіп ұйқыдан оянғандай болдым. Аламын апай, міне деп флягымды судың астына қойдым. Сонда да екі көзім Сәнияның артында. Құдай оңдап, сыздықтап тұратын су тез ағып, флягым тола қойғаны бар емес пе? Тез тәшкіме іле салып, жолдың ойқыш жеріне қарамай, жанталасып Сәнияның артынан жүгірдім. Мұнаны қараңыз. Бұрылыстан бұрылғаным сол еді. Сәнияның екі шелегі екі жақта жатыр, суы төгіліп. Көшенің борпылдаған топырағы балшық болып жатыр. Мен де флягымды тастай сала жүгіріп бардым. Суы төгілген екі бос шелектен басқа ештеңені және ешкімді көрмедім. Ту сыртынан ақырын деген дауыс шықты. Бұрылып қарасам, қолымда мойнағашы бар. Сәния екі көзі шыпылықтап талдың бұрышында тығылып тұр. Бұрылып жан-жағыма қараймын, ешкім жоқ. Сен Сәниясың ғой, дедім. Біліп тұрсам да әдейі сұрадым. Иә, Сәниямын деді. Бәсеңдеу дауыспен бір нәрседен қорқып тұрғаны анық еді. Сәния болсаң, бұл жерде не істеп тұрсың? Деп мен бәлсініп қалдым. Анда деп соқ саусағымен жолдың ар жағын соқ саусағымен көрсетті. Тағы да бұрылып артыма Сәния көрсеткен жаққа қарадым, бірақ ешкім көрінбейді. Сәния, шық бері, ол жақта ешкім жоқ деді. Сонда да Сәния сеніңкіремей аяғын әзер басып, сақтықпен жан-жағына қарады. Ешкім көрінбегеніне көзі жеткен соң ғана барып тығылған жерінен шықты. Ана жерде үлкен ақ ит маған қарап тісін ақситып, қарсы келе жатқан деп ақталып жатып, қисайып жатқан шелегіне барды. Іші толған топырақ. Суы жоқ бос шелекті қолына алды. Ішіндегі топырақты төгіп, енді не істеймін? Үйде бір жұтым су жоқ. Әпкем қазір түскі асқа келеді. Ас әзірлеп қоюым керек. Суға қайтып баруға кезек көп. Не істеймін енді? Деп жыларман болды. Мен де қарап тұрмай жақсы сылтау Сәниямен жақын танысуға. Әрине кезек көп. Сенің кезегің келгенше түс болады. Енді не істесек екен деп өтірік ойланғандай болдым. Таптым, дедім. Не таптың? Деді Сәнияның екі көзі жыбылықтай. Таптым, былай істейміз. Дедім де Сәнияның қолындағы топырақ шелекті алып, өзімнің флягымнан су құйып, шелекті тазалап жуып, екі шелекке суды толтырып құйып бердім. Сәния менің бетіме қадалып қарап тұр. Енді мен тегі мақтанып кеттім. Әкел деп, Сәнияның қолындағы мойын ағашты алып, екі шелекке іліп алып,
Көршімнің үйінің есігінің алдына бір-ақ келдім. Сания да артымнан келіп, саған үлкен рахмет. Мен сені ауылдарыңның тентек балалары қатарына қосып жүрсем, сен жақсы бала екенсің деп қолын ұсынды. Мен жалма-жан қолымды әке саныма сүртіп, жіп-жіңішке, кіп-кішкентай қолын бас салдым. Шамасы қатты қысып жібергенім ау, ой қолым деп баж ете қалды. Кешірші деп жібере салдым. Содан бастап Саниямен жақын таныс болдым. Әпкесінің үйіне келгенде бірге қыдырамыз. Ауылына кеткенде хат жазысып тұрамыз. Сөйтіп уақыттан қалай зырлап өте шыққанын белгісіз. Мен мектеп бітірдім, оқуға деген құмарлығым мектептен жоқ болған соң, атам әкеме мектепте оқып мандыртпаған, әлгі институтыңда оқып мандыртады дейсің бе? Одан да шопырдың оқуын оқысын деп мені қалаға жібермей қойды. Ол енді өтірік емес. Мектепте нашар оқығаным бар, мінезім кішкене тентекте болды. Атамның айтып отырғаны рас еді. Саниямен қол ұстасып, қалаға барам деген арманымның күл талқаны шықты. Сания қыз емес пе? Өзінің пысықтығы бар, жақсы оқығаны бар, оқуға түсіп кетті. Мен ауылда қала бердім, оқуым аудан орталығында, біздің ауылдан жарты сағаттық жерде. Автобус ызғып тұрады тоқтамай, ол жерге де қайбір оқығандар жиналады. Өзім сияқты аннан қашқан, мұнан қашқандар ауыл-ауыл болып, қырық пышақ болып қырыламыз. Сондай күндердің бірінде біздің ауылдың баласын қаланың балалары тепкілеп кетеді. Сонымен қаланың балаларымен кездесіп бұл мәселені шешпекші болдық. Қаланың шетінде қирап қалған завод болған. Сол жерде кездеспекші болдық. Содан белгіленген жерге топырлап келдік, қалалықтарға келген екен. Сөзге келместен бір-бірімізбен сарт-сұрт төбелесіп кеттік. Кім екені белгісіз, қай жақтан екені тағы да белгісіз. Біреуге біреу пышақ тығып алған ғой. Кім шақырғаны белгісіз, милиция келді. Қашқаны қашып кетті, қалғанымызды айдап әкеліп темір торға ытқытты. Таңға дейін ата-аналары естігендер келіп балаларын алып кетті. Біз 3-4-еуміз қалдық. Пышаққа түскен бала ауруханаға жатыр. Оның әке-шешесі келіп қоқан-лоққы жасап кетті. Содан әкем келді. Әй, иттің баласы, сен адам өлтірем дедің бе? Сен кімге тартқан? Қансыз, оңбағансың деп изоляторды басына көтерді. Әй, Құдай біледі, шеке болғанда мені қамшының астына алар еді. Қайта Құдай сақтап қалды. Содан бәріміздің ата-анамыз шапқылап жүріп, пышаққа түскен баланың әке-шешесінен кешірім сұрап, беретінін беріп, бізді шығарып алды. Мен тағы да шыға сала қалаға тарттым. Санияға барып келейін деп. Санияны көрмегелі де 2 апта болып кетіпті. Ол да мені сағынып қалыпты, баяғыдай аузы жабылмай, толып қалған әңгімесін айтып тауыса алмады. Санияның әрбір сөйлеген сөзі, күлген күлкісі, әр жасаған қимылымен мені баурап, өзіне өлердей ғашық етіп қойды. Санияны көлденең көк аттыдан қызғанып, әбден мазам кетті. Сабаққа кеттім деп көбінесе қалаға Санияға келем. Сондай кезекті жорықтарымның бірінде қаланың бұзықтарына әлгі өзіміз соққыға жыққан жігіттерге жолығып қалдым. Қашып кетуге қасымда Сания бар. Сөйтіп олар мені аңлып, қайтарда ұстап соққыға жығып кетті. Ауылға өлермендей болып жеттім, үйге келе құладым. Анам байғұс шырылдап дәрігер шақыртып еді. Миы шайқалған, қозғалмай жатсын деп, үйіп дәрі-дәрмек тастап кетті. Ұйқыдан бездім. Түнімен басым ауырады, оның үстіне Санияны көрмегелі көп болды. Ішім күйіп қызғанып та жатырмын. Әкемнің қатты даусынан оянып кеттім. Осыдан осының көзін әскерге құртпасам, Садық атым құрсын деп анам айқайлап жатыр екен. Баяғы анам мен үшін ұрысты да естіп жатқаны. Сонымен менің әскерге дайындық өмірім басталып кетті. Шапқылап құжаттарды жинап өткізіп, енді шақырдауға тосып жүрмін. Бірақ Санияны қалай тастап кетемін? Бір күні мен үйленем деп үйдегілердің үстінен шәй түсіргендей болды. Мынау не деп оттап отыр деп әкем мен жаққа шалт қарады. Сол, үйленем дедім тағы да. Кімге? Деді. Санияға дедім. Кімге? Деп әкем даусын созып. Санияға дедім мен де. Ой, әкеңнің, ол да ақымақ қыз екен, сендей жөлікке тием деп жүрген деді. Ту, әкесі-ау, осы бала десе сіздің ақ, деп анам ара түсіп келе жатыр еді әкем. Болды, деп қолын көтерді. Үйленбейсің. Неге?
Сені 2 жыл үйде тосып отыратын ақымақ емес шығар. Оның үстіне оқуы болса бар. Әскеріңді бітіріп кел, сосын үйленесің. Егер үйленіп кетпесе, ол Санияң деп мырс етіп күліп жіберді. Қанша үйленем десем де әкем рұқсат бермеді. Енді тек Санияның өзімен мықтап тұрып сөйлесіп, 2 жыл тосуын шегелеп айтуым керек еді. Санияға қалаға келдім, бар жағдайды айтып, мені тос дедім. Сания құры жымиып, әрине деді. Сонда да жауабын қанағат тұтпай басыма бір жұмысқа ой келді. Не де болса Санияның қасына қонып шығу. 2 жыл маған 2 ғасырдай көрінді. Саниямен жүргелі ол маған адал болды. Қайта мен жігіт болып ауылға келген қыздарға бір қырындап қойып жүрдім. Енді мен әскерге кетіп қалсам, Санияға да біреулер қырындап жүрсе, немесе алып қашып кетсе деген ой санама келгенде өзімді қоярға жер таппадым. Не де болса ойыма келгенді іске асырмақшы болдым. Қазір ойласам, не деген опасыз, пасық адам болғанмын деп ойлаймын. Сания мені қуып шықты, енді бетіңді көрмеймін деді. Қатты ренжіттім. Қанша кешірім сұрасам да жібімеді. Тек кетерде ғана келіп қоштасып тұрып, мен саған айттым ғой, тосамын деп. Демек тосамын. Маған ондай арамдық жасаудың керегі жоқ. Маған бұл алаңдама деп шығарып салды. Сонда да сенің кірмейін. Таныстарымның бәріне қасынан бөтен адам көрсеңдер дереу хат жазыңдар деп табыстап кеттім. Ол кезде қазіргідей Қазақстанда ғана емес, дүние жүзінің бәріне апаратын әскерге мен Ресейдің Владивосток деген қаласына түрме күзететін ВВ-ға түстім. Санияға хатты қарша бұраттым. Ол да шамасы келгенше жазып жатады. Ауылда қалған тыңшыларым да есеп беріп хат жазады. Бәрі ойдағыдай көңіл орнында. Атам айтпақшы, тұзым жеңіл-ау. Әскерде төбелес шығып, тағы мен барып арасында бір солдаттың басынан табуреткамен ұрып, басын 2-ге бөліп, жанын жаһаннамнан шығарған ғой. Маған әскери трибуналмен кетем демесең, әкеңді шақырт деді. Бірақ менен бұрын өздері шақыртып әкем келді. Бұрынғыдай бақырып боқтық келмеді. Дегенмен басылыпты, амандық саулық сұраған соң, балам-ау, ең болмаса әскерде тыныш жүрмедің бе? Деп ренжігендей болды. Қалтасына қанша мың сомды салып әкелгені белгісіз. Әкем кеткен соң, мен дереу лазаретқа ауыстырылып, сотта куәгер ретінде шыға келдім. Бұл әңгімені Санияда естіген екен. Саниядан дәптердің 2 беті, алды-артымен толтырылған 4 парақ хат келді. Басы амандық саулық сұрасып, әкесінің жұмыс барысымен отбасылары басқа қалаға көшкендерін, жақында жездесінің әпкесімен де көшіріп алатынын жазыпты. Одан әрі маған неге сонша бұзықтығымды жазып келе, енді бұзық болғанымды қоймасам, басқа қалаға оқуын ауыстырып, мекен жайын тастамай кететінін жазыпты. Бұл хат мені қорқытпаса да әбден жыныма тиді. Бірақ Санияға қатты ғашық болғандықтан дымым ішінде Санияға хат жаздым. Бірақ Саниядан хат жоқ. 2-ші, 3-ші, 4-ші хатыма да жауап жоқ болды. Бар өшімді қағазбен қаламымнен алдым. Саниядан жауап жоқ. Тыңшыларымнан хат келді. Сания оқуында жүр, қасында ешкім жолап жүрген жоқ деген. Содан хатты қайтадан қарша бұраттым. Жақсы, осы жолы хат келді. Қандай алтын еді. Арамызда ештеңе болмағандай қайтадан хат жазыстық. Содан Санияға жаздым. Әскерде келе сала үйленеміз деп. Сания қарсы болмады. Көңіл орнында Саниямен хабарласып тұрам. Жуас болмасам да бұзықтығымды басқан сияқтымын. Шарлық шығып, үйге қайтатын уақытым да келді. Енді күн санап дайындықты бастадым. Пойызға да отырдым-ау. Жоспарым бойынша 1-ші жолдан Санияға бару. Сания тозып алды. Бұрынғы Саниям енді мүлде құлпырып кеткен. Нағыз қаланың қызы. Мен ауылға қайтпай қалада 1 апта жүріп алдым. Санияға, ауылға жүр менімен дедім. Не үшін деді? Үйленеміз дедім. Жоқ, болмайды, мен оқуымды аяқтайын деп маған қарсы шықты. Барасың ба, бармайсың ба? Деп зілді дауыспен қайталап сұрадым. Бармаймын. Әскерден келе жатқаның қазір. Енді мені қоса апарам дегенің қайсасқаның. Үйіңе барып жұмысқа орналас. Ата-анаңнан рұқсат сұра. Егер рұқсаттарын берсе, мен қарсы емеспін деп маған басып айтып, ақылға қонатын сөздерін айтты. Қанша дегенмен Санияның айтқанына көндім. Содан ауылға қайтым. Туған туыстарым, жақындарым мені жақсылап дайындалып, тосып алды. Ауылдың көңіл жетелері қонаққа шақырып,
сый құрметтерін көрсетті. Үстімнен әскерден киіп келген формамды шешпей, алшаңдап жүріп, алған маған әкем, сен үстіңдегі шыны шеш, ыстық суығың басылды. Енді жұмыс жасап, біздің бір жағымызға шығарсың енді, деп қатыңғы дауыспен айтты. Әкем тұрып кеткен соң анамда, балам, ақылың бар ғой. Әкеңнің қаһарына ұшырай бермей, ертең ауыл бастығына кіріп жұмыстыра. Совхозда бос, машина көп, бірін берер деді. Анамның айтқандай совхоз бастығына кірдім, сөйлесіп, бір көлікке ие болып шыға келдім. Кәдімгідей үйге тапқан табысымды әкеліп жүрдім. Анам ертең үйленсең керек болады деп, ақшама ақша қосып, жинақ банкісіне салып отырды. Арасында қалаға Санияға барып қоямын. Неге екенін білмеймін, Санияға келсем бұзылып, кеткім келмей қалады. Амалдың жоқтығынан ауылға қайтып машинама отырып, әрі қарай жұмысымды жалғастыра беремін. Келесі қалаға барам дегенімде әкем, сен тағы да бірдеңеге орнайын деп жүрсің бе? Осы қала дегенді тоқтат, сені одан да үйлендірейік, сонда аяғыңа тұсау болар деді. Бұған мен қуанбасам қарсы болмадым. Енді бұл жаңалықты Санияға жеткізуім керек қой. Таң ертеңгісін тұрып, ешкім оянбай тұрып, қалаға тартып отырдым. Сания мені тоспаған болу керек, сен қайдан жүрсің? Аптаның ортасында деді. Сол ғой, кеше әкеммен сөйлесе сала, саған ұштым дедім. Ал немене әңгіме деді? Болды, үйленеміз. Әкемнің өзі айтты деді. Жұмыс істеп жүрмін, табысым бар, деп сөзімді жалғадым. Мен оқуымды не істеймін, аз қалды күтсеңші. Мен де сені тостым ғой, деп Сания қиылды. Шық, болмайды. Аз қалса оқуыңды бітіресің дедім. Сен неге түсінбейсің? Әке шешен келін түсіріп, рахатын көрем деп отырған шығар. Ал мен оқуым бар деп, қалада жүрсем ұят болады. Болмайды деп Сания көнетін түрі жоқ. Мен ауылға келіп, кешкі тамақта анама қарап, дайындалыңыздар, ертең кешке Санияны әкелем дедім. Жақсы жаңалық қой. Қой не отырыс, ағайын ел жұртқа хабарлайын деп, анамның қуанышына қойнына сыймады. Апыр-топыр үйде дайындық басталды. Менде жан жоқ, бір жағынан толқып, бір жағынан қорып жүрмін. Ертесінде 3 жігіт менімен төртеу болып, Санияны алып қашуға шықтық. Қалаға жақындаған сайын жүрегім кеудемнен шығып кетердей болып тұр. Жігіттер, қалаға кірдік қой. Батырлық үшін 100 грамнан тартып алайық дедім. Өй, сенде бір қайдан алмақсың 100 грамды, деп қасымдағы жігіттер өзіме түрсе қойды. Үндемеңдер, деп көзімді қыстым. Анама айтып, бір шиша тіске басарымен дайындатып алғанмын. Достарым да қорқақтап отыр екен. Олар да батырлық үшін деп 100 грамнан жұтып алдық. Кеңірдектен 100 грамм кеткен соң, қорқып тырысып бүрсіп отырған денемізге қан жүгірді. Кішкене өзімізді еркін ұстап, батырсана бастадық. Бірден Санияның оқуына тартақ. Ол жақта Сания жоқ болып шықты. Менің білуімше осы күндері оқуда кешке дейін жүру керек еді. Үйіне кетіп қалса не істейміз деп күдігімді де жасырмадым. Барамыз деп, кеңірдегіне 100 грамнан көптеу кеткен досым еліріп. Үйдегілер дайындалып жатыр. Санияны таппасам, ауылға бармаймын дедім. Ой, шешесі, не болды? Осы жер бетінде сенің Санияңнан басқа қыз жоқтай. Сол Санияң маған ұнамайды, маған ал десе де алмас едім. Бір өзінше пұшық мұрнын шүйіріп, басқа қызды алып қашамыз деп, жаңағы 100 грамның буы қысып тұрған досым, жүріңдер жатақханасына барайық дедім. Құдай жолымды оңдады, Сания жатақхана жолында кездесті. Сания деп қуанғанынан айқай салдым. Ой, сен ба, қайдан жүрсің деп, Санияның ойында түк жоқ, сампылдап сұрап жатыр. Біз бүгін досымыздың туған күніне келгенбіз. Ерте болған соң, саған соғып кетейін деп. Оның үстінде сені де ертіп алайын дегем, деп, жоспарын іске қостым. Қой, менсіз барыңдар. Шақырмаған жерде не бар деді. Неге шақырған жоқ? Ой, сен танисың ғой, деп Сания танитын досымның атын өтірік айтып жібердім. Жарайды, кіріп құттықтап шығайын. Бірақ мен кетем дегенде әкеліп тастаңдар деп, машинаға отырып алды. Қаланы айналып сыйлық алайық, торт алайық, деп бір кулинарный дүкеннің қасына келдік. Бір торт алдық. Санияның ойында ештеңе жоқ, қасындағы дүкеннен досыма деп сыйлыққа қолшатыр алып шықты. Сания машинаға отырған соң, қайдасың ауылым деп тарттық. Сендер қайда бара жатырсыңдар?
қаладан шығып кеттік қой деп Сания бірдеңені сезгендей безек қақты. Ал келінжан, аттағалы отырған босаған құтты болсын деп 100 грамның буымен батыр болып отырған достарымның бірі: қайдағы келін, қайдағы босаға, не деп отыр мынау деп Сания отты көзіне мені атып жіберердей қадала қарады. Менде үн жоқ. Сол ғой енді деп міңгірлетіп: сенің есің дұрыс па, екеуміз келіскен едік қой деп мені шапалақпен бетімнен салып қалды. Бет ду ете қалды. Ұяттан ба әлде тиген шапалақтан ба дуылдап кетті ғой. Сания жол жөнекей айтпағанда айтты: жіберіңдер деп шалынды. Қайдан? Бізге ондай сөзді тыңдау. Сол бетімен ауылға бірақ келдік. Қанша дегенмен Санияның ақылы биік қой. Үйге жақындағанда маған қарап: тоқтаңдаршы, шашымды тарап түрімді реттеп алайын деп маған қарап жымиды. Сол кездегі менің жағдайымды көрсеңіз ғой. Іші бауырым езіліп кетті. Сания сондай сұлу. Сол сұлулығымен қоса жүрегі де сондай сұлу екен. Машинаны бипылдетіп, шулатып, есіктің алдына бірақ келдік. Есіктің алды топырлаған адам. Сания машинадан түсер-түспестен шашу шашылып, компьютер жерге домбалап жатты. Кішкентайлар таласып терісіп жатыр. Үлкендер біздің үйде де осындай жақсылық болсын деп теріп жүр. Анам келіп Санияның басына қадамың құтты болсын деп әппақ орамалды жапты. Әкем келіп маңдайынан сүйді. Менің сол кездегі бақытымды шек болмады. Сания сызылып, басында ақ орамал, көзін төмен салып, майысып отыр. Өзіне сондай жарасып тұр. Естігендер келіп, келін құтты болсын деп Санияға кәмпитті шашу деп шашып жатыр. Сания басын көлегейлеп отыр. Сұмдық жаным ашып кетті. Жөні келсе сол кәмпиттер түгілі Сания үшін басымды тастың астына тосар едім. Үлкендер ақылдаса келе кешірімге адам жіберді. Ол адамға Санияның қолымен жазылған өз еркіммен келдім деген қолхатта кетті. Санияның үй іші де жақсы кісілер болып шықты. Өздері бір-бірін жақсы көрсе, теңін тапса тегін бер. Тек оқуы бітуіне аз қалды. Оқуын бітіріп алсын, тастамасын депті. Содан үйдегілер құдалыққа барып келіп, тойдың қамына кірістік. Той өткенше Сания оқуына барып реттеп келді. Сания үйде болғанда жұмысқа да барғым келмей, айналып үйден шыққым келмейді. Әй, сен не деген әйел жандысың? Үйден айналып шықпайсың деп, үйден қуғандай етіп жіберетін болды. Той болатын күнде жақындап қалды. Бітпейтін дайындық екен. Киім алу, сақина таңдау. Мені қойшы әйтеуір бір костюм шалбар Санияның көйлек таңдағаны әбден жыныма тиді. Сөйтіп отбасылық өміріміздің алғашқы ұрсымыз басталды. Бірақ Санияның бір түйіп өкпелегені де өзіне жарасып тұр. Біраз уақыт сөйлеспей дүкен араладық. Бірақ ақылды Саниям: болды, қойшы енді ұрыспайықшы деп еркелей келе бетімнен шөп еткізді. Ой сұмдық-ай, қайтадан бетім лаулап еріп қоя бердім. Тойдың болғанынан боладысы қызық қой. Көптен шапқылап жүгірген той айналасы 5-6 сағатта өте шықты. Той тарқап, ел аяғы сиреп, той болған жердің алды артын жинап болған соң Саниям оқуына қайтуға жиналды. Сол кезде екінші отбасылық ұрсымыз басталды. Баяғы мен қызғанышқа басып: бармайсың, оқуың құрсын дедім. Міне мен саған әуебаста-ақ айтқам, оқуымды бітірейін дегенмін. Түбі осындай боларын сол кезде білгем деді. Екеуміздің даусымызды естіп қалған әкем кіріп: Сания, оқуыңнан қалма, бара ғой. Ал сен жұмысыңды істе, енді сен жалғыз емессің, біреудің қызына жауаптысың деді. Мен де өзімше еркек болып: әйел менікі, жіберем ба жібермейін бе, өзім білем дей бергенде, әкем жұдырықпен тарс еткізіп бір-ақ ұрды. Санияның қужаны қуырдақ болып кетті. Сонымен әкенің айтқаны мен үшін заң болды. Санияны шығарып салып, басым салбырап, мен қала бердім. Сания қалай демалыс болады, үйге келеді. Әр келгенде құры келмей, әкемнен бастап үйде қанша адам бар, бәріне сыйлыға келеді. Шынымды айтсам, әкем мен анам Санияны менен артық жақсы көріп кетті. Сания келе алдымен үйден бастап кір жуып үтікке басып кетеді. Кетерінде: мама, бір аптаға жететін киімдерді жуып үтіктеп кеттім дейді. Келгеннен кеткенше тыным таппай кетеді. Уақыт тоқтап тұрсын ба зырлап өтіп, Сания да дипломын алды. Әкем мен анам дүркіретіп тұрып той жасап берді. Онымен қоса Санияның аяғы ауыр болды. Әкем мен анам мені тегі ұмытты десем де болады. Санияның асты үстіне түсіп жүрді. Сания да өз орнын білетін, әкем мен анамды өз ата-анасындай сыйлады. Анам Санияны жұмысқа шығарып жіберді. Үйде отырып қарайып қалады.
Сонда да Сәния үйдің жұмысында, мектептің жұмысына да үлгеріп жүрді. Қала берді, түн ортасына дейін дәптер тексереді. Сондайда көкірегімді бақыт кернейтін Саниямен мақтана аламын деп, тура кеңес үкіметінің тарқауы менің үйленгеніме қарап тұрғандай. Үкімет ыдырап, біздер жұмыссыз қалдық. Совхоздағы техникалар мен малдарды бөліп таратты. Керек десеңіз шамасы жеткендер жеке қожалық құрып, адамдарды да жұмысқа алып алды. Қысқасы керемет мекемелер аңырап, бос қалды. Қолдарынан келетіндер арзанға сатып алып, пайдасына жаратып жатты. Менің мініп жүрген машинам жеке меншікке кетіп, мен сол адамға жалдамалы жұмысшы болдым. Машинамның жүргенінен тұрғаны көп, қаражат жоқ. Әкем де үйде контордағы есепшілерді де таратып, анамда жұмыссыз қалды. Әкеме қайта совхоздан мал бөлініп берілген, соны бағып жүр. Менің ақшам жоқ, ақша орнына жем-шөп, көмір, азық-түлікпен береді. Үйде жалғыз Сания ғана жалақысын ақшалай алады. Содан мен қалаға кеттім, достарым арқылы автопаркке орналастым. Қала ішінде жүремін. Құдайға шүкір, қолға азын-аулақ болса да тиын-тебен түсіп отырды. Бірақ оның өзі кейде өзімнен артылмайды. Ауылға да бұрынғыдай көп бара алмаймын. Содан әкем бір барғанымды: балам, сен қала дегенді қой, тауып жатқан ақшаңда шамалы болып тұр. Одан да ауылға қайт, үйдегі бар малдың басын көбейтіп, малмен айналысайық. Содан асқан пайда жоқ. Оның үстіне Санияның аяғы ауыр, әне-міне дегенше босанып қалар деп, мені ауылға қайтарды. Әкем айтты, қайттым. Әкем айтты, заң. Бір жағынан дұрыста болды ма деп ойлап қоямын. Ауылға қайтқаным. Бәрінен бұрын Сания қуанды. Әкем екеуміз қора шайды реттеп, әкеме совхоз берген 2 өгіз шені бордақылауға қораға кіргіздік. Таңнан мал қорада жүреміз. Үйге тамақ ішуге қана кіреміз. Өгізшеміз домаланып, семіріп келеді. Үйренгелі менің тентектігім басылғалы, әкем риза. Бұрынғыдай бет албатты әке-шешеден бастап балағаттағанды қойды. Саниядан да ұялатын шығар. Сания аман есен босанды. Біздің әулет ұлды болдық. Әкем мен анамның қу жандары қуырдақ болып, кішкентай баладай болып кетті. Атын атам қойды, мақсат деп қойды. Алдына мақсат қоя білсін. Алдында мақсаты бар адамның тауы шағылмайтын деп ырымдап, азан шақырып қойды. Мақсаттың қасына жолауға құқық менде мүлдем болмады. Тәйтәрі деп атам қақпалап жолатпайтын. Анам Санияны қалжалап әбден күтті. Мен ризамын. Осындай керек келіншек тапқаныма, әкемді анамды өз ата-анасындай күтетін. Әсіресе атам бала сияқты. Сол кісінің бабын тауып, балаша баптап отырды. Содан әкем екеуміздің қолымыздан қандай мал болса да іркілдеп шығатын болды. Базарға тұрып сатсақ, біздің ет өтеді. Кейіннен үйден соғымға деп тапсырыспен мал байлайтын болдық. Әй балам, ақыры соғым байлап жүрміз, мүмкін жылқы байлап көрейік. Жылқының қазысы сұраныста деп ой тастады. Бастапқыда емес, әжептеуір бар. Содан таныстардан 2 тай сатып алып байладық. Сізге өтірік, маған шын қазысы айналып түсті. Тағы да тай алып байлап отырдық. Ниетіміз жаман емес, той томалаққа деп кіргіздік. Бірақ кейде қара жамылған шаңырақты сұрап келеді. Әкем жомарт адам ғой, ондайға менің отбасымнан деп бір тоқтысын салып береді. Біз сол қолымызбен берсек, Алла бізге оң қолымен беріп жатты. Ағадал маңдай терімізбен тауып жаттық. Бұл кезде жағдайымыз түзеліп, ауыл сыртынан жер алып, қора салып, бақташы ұстап жалақы төлейтін болдық. Мен машина алдым, қалаға ет тасимын, базарға апарамын. Бұрын тұрып сатсам, қазір көтерме, бағамен қабылдайтын жеріміз де бар. Біздің етке сұраныс көп. Бір күні 2 кештің арасында базарға ет өткізуге шықтым. Нем бар десеңші, әшейінде таңға жоқ шығатын, сол күні түнделетіп жолға шыққаным ай. Қалғып кеттім бе, білмедім, есімді жисам ауруханада жатырмын. Аяқ қолым зілбатпан, құдды тастың астында қалғандай қозғалмайды. Жан жағымда ешкім жоқ. Тек дәрігермен ақ қалатта бір әйел адам отыр. Не болды? Не болды деп сұрасам, әлгі кісі орнынан тұра сала сыртқа жүгірді. Сонда түсіндім мен ауруханада екенімді. 4-5 дәрігер сау етіп кіріп келді. Біреу аппаратты шұқылап жатса, біреу көзімді жоғары төмендеп, бір құртақандай жарықпен тексеріп жатыр. Біреу тұрып алып, әлгі 2 дәрігердің айтқанын
жазып алып жатыр. Маған не болған? Дедім. Қазір сізді емдеп жатқан дәрігер келеді деді. Жазып жатқан дәрігер. Сол заматта есіктен бір сұңғақ бойлы әйел дәрігер кірді. Сәлеметсіз бе? Сіз бізді әбден қорқыттыңыз ғой, деді жымиып. Маған не болғанын айтыңызшы, дедім. Көлік апаты, бізге жедел жәрдем әкелді сізді, деді. Сонда еміс есіме бірдеңелер есіме түсіп жатыр. Иә, алдымен бір кісі жүгіріп шықты. Машинаны солға қарай бұрдым. Алдымда үлкен қара ағаш. Әрі қарай білмеймін. Есімді жиғаным осы. Мен сіздің емдеуші дәрігеріңізбін. Аты жөнім Айғаным. Айдәулет қызы, деді. Сөйтсем мен бір апта ес-түссіз жан сақтау бөлімінде жатыппын. Менің аяқ қолым неге қозғалмайды, дедім. Ол қалыпты жағдай. Сіздің қабырғаңыз бен сол жақ аяғыңыз сынған, қатты миыңыз шайқалған. Бірақ қорықпаңыз, бәрі артта қалды, деді. Сонымен Айғаным күнде мені қарап жатты. Керек десе демалыс күндері де қасымда болады. Ауылдан әкем мен Сания келіп кетті. Сания балды бармағымен тауықтың сорпасын әкеліпті. Өз қолымен аузыма қасықтап берді. Әкем кібіртіктеп бірдеңе айта алмай тұрғанын байқадым. Әке, тыныштық па, дедім. Ұлым, 2 күн болды. Атаңды жер қойнауына бердік, деді. Деп ышқынып барып, ауыр деп бастап едім. Әкем, ұлым, кәрілік қой. Атаңда арман жоқ, сендерді көрді, шөбере сүйді. Бір өкініштісі, сенен топырақ бұйырмады. Әйтпесе балам, бәрі дұрыс. Өзіңнің жазылғаныңды ойлайық, деді. Қанша дегенмен әкесі ғой, әкемнің даусы дірілдеп кетті. Сания күнде келе алмайды, күн ара келіп тұрады. Келмей қалған күні алаңдап жатам. Екеуміз отбасын құрғалы 3 құрсақ көтерді. 2 ұл, 1 қыз бар. Бірде Сания келгенде, мен енді жиі келе алмаймын. Үйдегі шаруаның бәрі қалып тұр, деп ескертіп кетті. Сонда да алаңдап сағынып жатамын. Ақырын өзіме келе бастадым. Айғаным, Айдәулет қызы күнде қасымда. Дәурмендерді жеу керек деп, алма әр келген сайын көтеріп әкеледі. Әуре болмаңыз, дедім. Бір күні, түкті әуре емес деп, бой бермей алмадан аршып, бір тілігін аузыма салды. Неге екен білмеймін, кейінгі кезде осы Айғанымды көрмесем, кәдімгідей іздейтін болып жүрмін. Екеуміз кәдімгідей менің ауырымнан басқада сырт тарқатсатын болып жүрміз. Шынын айтсам, сол кезде қайта ғашық болу сезімі басымнан қайталып өтті ғой. Іштегі тұншығып жатқан махаббат сезімін сыртқа шығармақ болып, Айғанымды тостым. Әдеттегідей Айғаным келген соң, Айғаным, саған айтар сөзім бар еді, деп, ренжітіп алмаудың амалынан жайлап тамырын басып көрдім. Ауруханада жатқан 2 айымда Айғанымды зерттеп алғанмын. Иә, құлағым сенде, деді. Екеуміз сізді қойып, сенге көшкелі де біраз болған. Айғаным, мен жас жігіт емеспін. Тігіннен айтайын, сипақтамай, деп сөзімімді білдіріп тастадым. Айғанымның да көңілі кетәрі емес екен. Бірақ отбасың, әйел бала шағаңды не істейсің, деді. Осы жерге келгенде менен жауап болмады. Не айтарымды білмедім. Сөйтіп үйге шығатын уақыт болды масқара. Шынымды айтайын, өз үйіме өзім барғым келмеді. Шығарып алуға інімнен ілесіп, Сания келіпті. Айғанымда кірді, Санияны көріп, қызғаныш сезімін көрдім көзінен. Ай, Саниям-ай, ойында ешқандай арамды жоқ. Айғаным, Айдәулет қызы, сізге үлкен рахмет, деп, қолын алып, мен үшін рахметін жаудырып жатыр. Айына 2 рет келіп, қаралып тұрыңыз, деп шығарып салды. Үйге келген соңда мені тағы жаңалық тосып тұрыпты. Анам жатып қалыпты, енді өзіне келе бастағанда, бұл маған үлкен соққы болды. Қайтсем де Айғанымға хабарласуым керек болды. Анамды дәрігерге қаратуым керек деп ойладым. Ұялмай Санияны Айғанымға жібердім. Анамды Айғаным дәрігер шақыртып қаратты. Бәрінің айтатыны уақыт керек, тек жақсы күтім керек. Енді тұрып кетуі 2 талай, деді. Бірде Айғаным маған. Менде кәдімгідей аяққа тұрып, әкем екеуміздің бұрынғы шаруамызға кірістік. Айғаным айтқандай, айына 2 рет ауруханаға барып қаралып тұрдым. Ол кезде Айғаным екеуміздің арамызда керемет махаббат оты лаулап кеткен еді. Айтарлықтай Айғаныммен кездесіп тұру қиындыққа соқпады. Айттым ғой, әкем екеуміз малмен айналысуды жалғастырдық, деп. Қанша дегенмен әкем үлкен кісі, сырттағы анау-мынау шаруалармен айналысуды маған берген. Өзі ауыл арасында шаруаларды бітіреді. Сондайда мен қалай Айғанымға бармай қалам. Үйдегілерге
пәленше ауылда арзанға мал сатады деп естідім деп кетем. Айтылған жерге барып ертерек жұмыстарымды бітіріп қайтып, жолда айғанымға кіріп, қасында аунап-қунап қайтам. Кейде сағынышымыз басылмаса, тағы 1-2 күн қала сонда болам. Үйге келгенде бетім бүлк етпестен, ана кісі болмады үйінде, ақыры келдім деп, тосып қалдым деп, сылтауды судай ағызатын болдым. Бара-бара Санияны жақтырмайтын болдым. Сания мен айғанымды салыстырып, Сания салп-салп етіп, нағыз салпы етек әйел болды. Бұрынғы аш белінен түкте қалмаған, қайта толып кеткен. Ал айғаным болса, еркелегені. Еркелей келе, әппақ білегімен мойныңа асылғаны, кішкентай балаша қуанғаны, өкпелегені. Бәрі өзіне жарасып, есіңді ауытады. Сондай тәтті келіншек үйге келген соң, Санияның әрбір жүрісіне шыным ұстап отыратын болды. Кейде өзімді ұстай алмай, айқайлап та жіберетін болдым. Ол бұрынғыдай жымиып күлсе, маған құтты мені келеке мазақ жасап тұрғандай болатын. Күндіз далада мал жанмен айналысамын. Кешке үйге келсем, көңіл күйім түсіп, бар аңсарым айғанымға ауып, сағынып жүретін болдым. Саниядан бөлек жатуға тырысатын болдым. Ал Санияның ойында ештеңе жоқ. Ертеден қара кешке дейін үйдің шаруасын шаруалап, ауру анама қарап, кешке шаршап құлайды. Жағдай жақсарған соң Санияны жұмысынан шығартып алған едім. Екі ордада шапқылап жүргеніме де аттай 3 жыл 6 ай болыпты. Бақташымен келісіп айғанымның өзіне арнап, 10 шақты бас ірі қара кіргізіп қойдым. Еттен, ақшадан қыспадым. Астына көлігін алып бердім. Қысқасы үлдемен бүлдеге орап қойдым. Айғанымым деген бұрыннан да құлпырып кетті. Үйге келсем қаладағы айғанымды ойлап, қараптан қарап қызғанып, бар өшімді Саниядан алатын болғалы қашан. Анамда да еш өзгеріс жоқ. Сол жатқанмен жатты. Түнмен ұйқы жоқ. Сондайға шыдап, түн ұйқысын 4 бөліп, кішкентай балаға қарағандай қарап күтеді. Астыда үстіде мұнтаздай таза. Шынымды айтсам, сонша жыл Санияның арқасында жатқан екен ғой. Менің суық жүрісімнен әкем бірдеңе сезген сияқты. Ұлым, сен осы бірдеңе білдіріп жүрсің ау. Мен де еркек болғанмын. Бірақ сен Саниядай әйелді, жер шарынды 7 айналсаңда таппайсың ғой. Болды, еркектігіңді жасадың, енді тоқтат деді. Басында мен бой бермей қарсыласып едім, онымнан ештеңе шықпады. Әке, ол еркімнен түс, күш, енді өте кеш. Менің ол әйелсіз өмірімнің мәні жоқ дедім. Ол қандай әйел? Тегі Санияны ұмыттыратындай деп, қайта-қайта сұрап болмаған соң, айғаным ол дегенде әкем. Бәсе, сол кезде ақ ішім бірдеңені сезгендей болып едім, деді. Сонымен әкем білген соң сылтаусыз ақ айғанымға кетіп қалатын болдым. Әкем қанша қарсы болса да тыңдамадым. Мен сені қашанғы өтірікпен артыңды жабам деп балағаттап алды. Сөйтсе әкем Санияға анда жұмсадым, мұнда жұмсадым деп өтірік айтумен болған екен. Қарап отырсам, көптен бері анама да көңіл бөлуді қойыппын. Бір күні Сания, сенің уақытың болса анаңа кіріп, қасына отырып әңгіме айтсаңшы деді. Уақытым жоқ деп күңк еттім. Көп болса жарты сағат уақытыңды алар, сені бағып қаққанда бүкіл өмірін, жастық шағын арнады ғой деп, теріс қарап шығып кетті. Кейінгі кездер Санияның жүзі солыңқы болып жүрді. Бір бәле сезген ау, сонымен анама кірдім. Анам маған ренжіп жатса да білдірмей қабағын ашып, балаша қуанып қалды. Ұлым, сен Санияны ренжітіп жүрсің ғой. Кейінгі кездер Санияның қабағы дұрыс емес. Сен үйге қонбаған күндері шылап шығады ау. Ертеңгісін беті көп болып ісіп тұрады, деп анамда Санияның сөзін сөйлеп. Енді оған не керек? Орамалы салбырап жерге түсті. Киімге малынып отырақ болып кеткен екен. Көлігін алып мен сол кезде айғанып жүріп, әйелімнің шашы ағарғанымдай байқамаған. Мен бүлдеге орап қойдым. Анаммен сөйлескен соң, олай ойласам анамда көбесінді балам. Сонда әйелге керегі кішкене болса да көңіл есімнен кетпейді. Өзінен асар, айғаным келіпті де көңіл анам болды шықпен мені шеке жарды. Қазір ана қатыннан көзін құрт. Мен сөйле басқаша болады деп, анамның бөлмесінен сөйлегелі жатырдым. Сания алдымнан шықты. Сонда да кетіп бара жатқан айғанымды қимай, көзіме жыл көрінгендей айқайға кіріп шығамын етеріп жібердім. Сания бірдеңені сезген сияқты, маған қарап сөйлемейді. Сөйлесе де қабағын ашпай, қысқа ғана жауап береді. Санияның ойы мені осы күні түк қызықтырмайтын болған. Есіл дертім айғаным ғой. Анамның жетісін өткізе сала айғанымға бардым. Үйге қайтуға асықпадым. 3-4 күн қасында болдым.
себебі айғаным ауырыңқырап қалған еді. Таңертеңгісі емханаға барып келді. Келесі күні мені бір жаңалықпен есімнен тандырды. Айғаным аяғы ауыр екенін айтты. Айғаным, сен басында өзің айттың емес пе? Бала көтермеймін деп. Енді не болды дедім. Ештеңе болмады, сенің бала шағаң бар. Ал мен ше? Мен жалғызбын. Қанша жыл болды, бір сен деп өмірім өтіп жатыр деді. Мен дереу айғанымды кешірші деп құшақтай алдым. Құшағымды қыса түстім. Құшағымды босатсам, айғанымнан айырылып қалатындай болдым. Сол құшағымыз айқасқаннан үйіме 3-4 күннен соң бірақ қайттым. Сол кезде маған бәрі бір болған. Үйден кетіп қалуға дайын болып келген едім. Үйге келсем, Сәния үйде жоқ болып шықты. Қызымнан сұрап едім, қалаға емханаға қаралуға кетті деді. Одан қайтарып сұрамадым. Шаршап тұрмын деп жатып ұйықтадым. Әкем келіп боқтыққа басқанда бірақ ояндым. Сәния ертесі бірақ келді. Кейінгі кездері азып бара жатыр. Қалай қаралдың ба дедім. Бірақ ауыз сөзбен иә деп қысқа жауап қайтарды. Қатып қалған уақыт жоқ, айғаным ұл босанып берді. Менің Сәниядан туылған балаларым ер жетіп кеткен соң, бар нәресте иісін сағынып қалыппын. Әкеден де Сәниядан да ұятты қойдым, шапшылап, айғанымнан шықпайтын болдым. Неге екені белгісіз. Айғаным кейінгі кезде баламен шаршаған сияқты. Бұрын от болып жанып тұрушы еді. Есіктен кіргеннен аяққа оратылып, мойныма асылып, дәмді тамағын аузыма тосып тұрушы еді. Қазір есіктен кірсем, не ұйықтап жатады, не баланы көтеріп жүргені. Тура заңды некедегі әйелім Сәния сияқты болып шыға қалды. Маған екі әйел болудың қажеті жоқ. Мен шаршағанда демалатын ыстық құшақ керек еді. Сол құшақты айғанымнан таптым ба деп едім. Түнде қыңқылдап бала жылап шығады. Ұйқысы қанбаған айғанымның қабағы ашылмай, көрінген нәрсеге менімен ілінісіп, байланысып жатқаны. Біз еркектер мысық сияқтымыз ғой. Жататын жеріміз жылы болып, басымыздан сипаса болды ғой. Сол жерден айналып шықпаймыз. Кейінгі кездері айғанымға жиі бара алмаймын. Малдың басы көбейіп, ет еткізу деген сияқты жұмыс көбейіп кетті. Алып бара қалсаң Сәниядан, бала шағамнан қызғанып ұрыс шығарады. Кейде таң қалам. Айғанымсыз жарық дүние түнектей болушы еді. Енді не болды? Неден суынып кеттім? Түсініксіз. Басында айттым ғой, етті бір жерге көтерме бағамен өткізетінімізді. Бірде ет апарсам, әлгі ет алып жүрген жігіт жоқ екен. Оның орнына балбызы тұр екен. Өзін Мара деп таныстырды. Алғашқыда бұл не білер дейсің деген оймен сеніңкіремей өткізіп едім. Екінші дүркін апарғанда байқадық, пысық болып шықты. Әр ішек қарын, өкпе бауырға дейін өлшеп, ақшасын шытырлатып тұрып санап береді. Бара-бара Мараға да үйреніп алдым. Бірде Мара бүгін менің туған күнім, келіңіз деп мекен жайын берді. Қанша дегенмен қанша жыл болды біздің еттерді жақсы бағаға алып жүргелі. Сол үшін де барайын деп бір торт пен гүл алып бардым. Есікті Мараның өзі ашты. Өз көзіме өзім сенбедім. Алдымда қор қызындай сұлу тұр ғой. Ылғи бұтына шалбар киіп, үстіне өзімен үлкен жейде киіп, шеңін қайырып жүретін Мара мен қазіргі Мара жер мен көктей. Туған күндегінің көбін танимын. Сол базардағылар екен. Көңілді отырдық. Мен Марадан көзімді ала алмай отырдым. Туған күн бітіп, кісілер тарқай бастады. Мара менің өзінен көз алмай көңілім суып отырғанын білді. Бірдеңелерді сылтауратып, мені алып қалды. Қайтадан дастарханды реттеп, шайға отырдық. Екеумізге 100 грамм әкелді. Негізі менің ол пәлеге әуестігім болған емес. Анда-санда болмаса. Мара екеуміз 100 грамм ішіп, бойымыздағы қанымыз тасып, түнді жақсы өткіздік. Таңертеңгісін Марадан, Мара, шынатың ба? Әлде деп едім, шынатым Марал деді. Ендеше бүгіннен бастап, мен үшін Мара емес, Маралсың дедім. Баяғыдай айғанымға көңілім ауғандай, Маралға көңілім кетті. Марал айғанымнан асып кеткен, қылықты болып шықты. Марал екеуміздің жас арамыз әлде қайда алшақ еді. Шынын айтсам, қызымнан 2-3 жасқа ғана үлкендігі бар. Өз-өзімді қанша тежедім. Бірақ Маралдың моншақтай мөлдіреп тұрған көздерін көрсем, айналаны ұмытып кетем. Марал жұмбақ сияқты болды мен үшін. Күндіз басқа базардағы саңқылдап күліп, сөзден аузы жабылмайтын Марал, ал үйінде мүлден басқа. Жүрген жүрісі, күлген күлісі, еркелей келе, Асеке дегені бәрі есі кетірді.
Әлде тым жас болып, түлкідей бұлаңдап тұрғаныма білмедім. Әкем маған айта шаршаған. Сәния білсе де ішінен тынып үндемейді. Керек десеңіз, екеуміздің жатын бөлмемізде бөлек болып кеткелі де бірсыпыра болыпты. Кейінгі кездері үйге барғанды қойғанмын. Көбінесе қалада Маралдың қасында қаламын. Сондай күндердің бірінде қызым Маралды қайдан есігені белгісіз базарға келіп, ескерту жасап кеткен екен. Ол ескертуге біз қоямыз ба? Мына еркектен бас кеткенде алдағы өмірің не болады деп ойлаудан қалады екенсің. Керек десеңіз, Марал үшін қызымды ренжіттім. Әке, саған бәрібір. Сен анамды ойладың ба? Біз кішкентай болсақ та бәрін білеміз. Қанша түндерді ұйқысыз көз жасын көлетіп өткізгенін. Анам бәрін біледі. Дәрігер әйелмен де, мына ет сатушы қатынмен де. Сіз ғана естімейсіз, бүкіл ауыл шулап жүргенін. Сіз анамның осы уақытқа дейін жағдайының қалай екенін білдіңіз бе? Шай ғана жауап берші. Соңғы рет анама әйел ретінде қашан қарадыңыз деп, қызым мені тығырыққа тіреді. Сонда да қоймадым. Неге екені адамгершіліктен жұрдай болған екенмін. Маралмен шатасқалы айғанымды ұмытқанмын. Ол да мені іздемейтін болған. Бір күні кезекті қырыстан соң үйге келсем, әкем 2 ұлмен ғана екен. Шешелерің қайда деп ұлдарымнан сұрап едім. Жауап берместен тұрып кетті. Әкем дайындап отырды ма, әлде сол жерде жатыр ма екен, кім білсін. Қамшыны қолына алып, мені сабай бастады. Қойыңыз десем де қоймады. Тек қана өзі шаршап барып қойды. Тек қана әкемнің ашулануына мына жағдай түрткі болған екен. Үйдің тірлігімен жүрген Сәния құлап қалады. Шетел жәрдем шақырып ауруханаға апарады. Ауруханада сараптама жасалады, анаға белгісіз обыр ауруына күдіктеніп отыр екен. Мені 2 күн күтеді, таппайды. Қазіргідей қалталы телефон жоқ. Сәния ауруханада жатыр екен. Ертеңгісін Сәния жатқан ауруханаға келдім. Палатаға кіріп келіп жүрегім шым ете қалды. Сәния шашын тарап тұр екен. Сәния, қалайсың дедім, басыңғы дауыспен. Жақсымын деп Сәния ашық қабақпен амандымды алды. Дәрігерлер қайда? Мен сөйлесейін дедім. Қазір келеді маған, деді Сәния аузын жиып үлгермеді. 2 дәрігер кіріп келді. Сәния, қалыңыз қалай деді. Жақсы, сол үйіме қайтсам деді. Мені жағаласып. Дәрігер, мен дән Сәнияның жолдасымын. Қалай енді деп едім, бетіме қарап тұрып. Жүріңіз дегендей сырттымдады. Сәния обыр ауруына душар болған. Сәнияның өзіне ашып айтпай, тек қаупі бар дедік. Сараптамалары да 100% көрсетіп тұр деді. Мынандай жағдайда не істеп не айтарымды білмейді екенсің. Сасқанымнан не істеуге болады дедім. Сіздер мықты болуларыңыз керек. Сәнияға қолдау көрсетіңіздер. Мен Сәния ауырып бастағанда айтқан едім. Қаралыңыз, арты жаман болады деп. Тыңдамады. Әйел адамның тірлігі бітпейді деп. Иә деп сасқалақтап аузыма сөз түспеді. Қалаға барасыздар. Ол жерде де сараптама жасайды. Сосын ота жасайды. Сосын ай сайын химиялық терапия деді. Сәния өзін ауырамын деп ойламау керек. Сіздер ойлатпауларыңыз керек. Ол мықты әйел, бұны да жеңіп шығады деді. Соған қарағанда менің суық жүрісімнен хабардар сияқты. Дәрігермен ілесіп Сәнияға бардым. Сәния киініп дайын отыр екен. Ал Сәния, сау болыңыз, сіз мықтысыз деп дәрігер Сәниямен құшақтасып қоштасты. Жолда да, үйде де Сәния маған ләм деп шағашпады. Мен өзім артық сөйлеуге жүрегімді уламады. Сәния үйге келген соңда жыбырлап үйдің шаруасымен жыбырлап жүрді. Кешке әкем келген соң, әке, Сәния аты жаман ауру екен, дедім 2 көзімнен жас тоқтамай. Ой Аллай, деп әкем де ұзақ үнсіз отырып қалды. Енді ақылдасып, көп кешіктірмей қалаға алып кетсем деп отырмын дедім. Қайда апарасың деді. Дәрігер танысының мекен жайын берді. Сол кісімен өзі сөйлеседі дедім. Әкемнің түрі тура анам қайтыс болғандағыдай болды. 2 көзімнен жер шығып отырып қалды. Ай Аллай, не болып кетті? Қай қылығыңнан тапты екен? Алтыным деп кеңсеңдеп жылап жіберді. Әке, болды енді. Сәнияға көрсетпейік, дәрігер солай деді. Мен де қиналып тұрмын дегенім сол еді. Ит талақ келгір. Әкеңнің басына жылайсың сен, деп мені отырған жерімде бір тепті. Мен тағы таяқ жедім. Әкем әрі ойланып, бері ойланып, маған қарап, шақыр Сәнияны деді. Мен Сәнияны шақырып келдім, сен де отыр деп, маған оқты көзімен қарады. Әкем Сәния,
Естідім, ертеңнен қалмай жолға шығыңдар. Мына малдарды сат, ақшаның басын біріктір. Үйдегі ақшаны қосып, ауруханаға барыңдар ертерек деді. Әке, сізді қалай қалдырамын? Бір апта деді. Сәния айта беріп еді. Сәния, қой енді. Болды бітті, деп әкем тыңдамаймын дегендей қолын көтерді. Жолға дайындалатындай ниеті әйтеуір Сәния ауруханаға киетіндерін дайындады. Түрінен көрініп тұрды қатты қиналып тұрғаны. Сәния, бәрі жақсы болады. Сен мықтысың ғой деп, ту сыртынан құшақтадым. Сәнияның денесі дір ете қалды. Кәдімгі бірдеңеден қорқып кеткендей. Менде де сондай болды. Маған аяушылықтың керегі жоқ деді. Ол ешқандай аяушылық емес. Сәния, сен мені кешірші. Шын сөзім. Сол кезде мені шайтан азғырып, кешелі бері түс көріп оянғандай болып жүрмін. Керек десең әкемде қартайғанын байқамаппын. Қызылдарым қалай бой жетіп, ер жеткендерін де білмей жүре беріппін ғой деп, Сәниядан кешірім сұрадым. Сәния болары болды ғой, қозғамау ол әңгімені деді. Бірақ Сәния бөлек бөлмеге барып жатты. Мен жатқанымен көзім іліне қоймады. Осы үйдің берекесі де, ұйытқысы да Сәния. Сол Сәнияға кезінде өлердей ғашық болып, әрең қолым жетті. Ал мен не істедім? Ауру анамды неше жыл қарап, әкемнің қас-қабағын бағып отыр. Мені ұрып өлтіретін адам жоқ деп ойласам да, Марал есімнен шықпай, қайта-қайта орала берді. Әй, нәпсі сорлыны айтсаңшы. Марал оттан ыстық болып тұр ғой. Сәнияны аты жаман аурулар жататын ауруханаға жатқыздым. Мен кетіп бара жатқанда, ең болмаса мен ауруханадан шыққанша, үйде әкем мен балаларға бас көз болшы деді. Ай, Сәниям-ай, жаны мұрнының ұшында тұрса да әкемді ойлап отырау. Ауруханадан шыға сала бірден Маралға тарттым. Жоқ, жаман ойламаңыз. Мен Маралға барғаным құмарымды қандыру үшін емес, енді сағынғаным рас. Бірақ маған Сәнияның денсаулығы маңызды болып тұр. Осы әңгімені қойсақ деп айту үшін барғамын. Бірақ Маралды таппадым. 2 күн болыпты жұмысқа шықпапты. Үйіне бармақшы болдым да қоя қойдым. Мүмкін айғаным сияқты ұмытылып қалар деп ойладым. Қайтадан ауылға тарттым. Ол кезде қазіргідей такси толып тұрмайтын. Автобустан қалып қалдым. Енді не істесем екен деп тұрсам, ауыл жақ болғанда көрші ауылдікі екен. Баратын көлік кездесе қалғаны қуанып кеттім. Жол ұзақтау тым тырыс, отырмай, әңгіме дүкен құрдық. Ол да етпен айналысып жүргелі 2-3 жыл болыпты. Не деді? Арасында мен сияқты қалаға барып өткізіп жүр екен. Ота жасайды, сосын химиотерапия сондайда баратын жер сосын қиналмау үшін базарда емдері бағамыз қысқасы ет алатындармен үйге жасап келесі алсам жақсыйын дедім. Пәтерге ақша тағы барасың ба деді. Оның ертең барам, мүмкін ота жасап қалар деді. Болмағандай олдарыма қарап отырдым. Мені де тастырып қойсаң деп бойлары сорай өсіпті. Таңертең таксилетіп қалаға келдім. Бірінші Сәнияға бардым. Бір қаттамағаны бар, көркілден кездесіп тұрған бет әлпетін соның көрмісі бар шығар. Мені кәдімгідей қуандарға барайық демалайық еді. Мен келістім деп үй ішті сұрап жатыр. Ауылға келіп тастады. Мен де алаңда келсем үйде бәрі жақсы сәлем айтып балалар мен әкем дәрігер беріп, мен отаны ертең түске дейін жасайтын болдым. Есіктен кіріп айтып кетті. Мен қайтқанша Сәниямен болдым. Аллада екеуміз көптен әкелген ашылып әңгімелеспеген екенбіз. Салынған дөрбаны үлкен ұлымның қолына қызымыз келіп, өзінің бір тамақ ішін бермей дедім. Академиялық демалыс алғаны деп Сәнияның отасынан кейін ауылға Сәния кетерде бірдеңе дайындап жүрген. Оқуымызды оқумен шай ішейік дедім. Менің бұл сөзіме Сәнияда қызымға қарсы болды. Қызым екеуміз көпке дейін Сәниямен болдық. Сәнияның көңілі көтеріліп қалды. Мен қызымды жатақханаға барып тастап, Маралға барып, жағдайды айтайын деп, Маралдың үйін бетке алдым. Терезесіне қарасам той болатын үйдей барлық жарығы жарқырап тұр. Далада көпке дейін бөгеліп тұрдым. Шынын айтсам, Маралды қимадым. Ал одан әрі жалғастыра беру хайуанның ісі болады. Не істерімді білмедім. Сәнияның ауыр дертке ұшырағанында нәпсінің құрбаны болғым келмеді. Қой, кіріп шешіп шығайын деп, қолымдағы темекіні құмарлана сорып, Маралдың үйіне көтерілдім. Міне қызық, есік кілтенбеген екен. Ақырын ашып кірсем, кіреберісте топырлап аяқ киімдер үйіліп тұр. Демек Марал қонақ күтіп отыр. Қап, бүгінде сөйлесудің реті келмейтін болды ау деп ойладым. Сол-ақ арғы жақтан ойпырмай кешегі көрші ауылдың ет тасушысы шығып келе жатыр екен. Ей, достым, сен қайдан жүрсің? Деп қарсы алдымнан құшақ жая шықты. Сен қайдан жүрсің деп өзіне сұраққа сұрақпен жауап бердім.
Кешегі айтқан қыздар, бірақ сен қайдан деп ойланыңқырап қалды. Мен жаңа танысымды қағамаға төргі бөлмеген өттім. Міне қызық, Марал мені күткендей сәнделіп, малынып киініп алған. Стол сынатындай толып тұр. Арақ шарап дейсің бе? Енді айтпаңыз. Марал мені көре сала, жүгіріп мені қолтықтап